Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жаңғақ қосылған печенье жасайтын боламыз. Рецепті соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Алдымен електен өткізілген ұнымызға бөлме температурасындағы сары майымызды салып, жақсылап ұнмен араластырып аламыз. Екеуі жақсылап біркелкі араласуы қажет. Қант саламыз. Разрыхитель салып, жақсылап араластырып, %20% дүкеннің қаймағын салып, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Бір жұмыртқа саламыз, бөлме температурасындағы және де жұмсақ етіп қамыр илейміз. Енді тоңазытқышқа 10-15 минутқа салып қоямыз. Кейіннен езілген майда грек жаңғағын, бір жұмыртқаның ақуызын саламыз. Кейін қант салып, жақсылап араластырамыз. Бұл салмасына әзірлегеніміз. Грек жаңғағын блендердің көмегімен немесе оқтаумен майдаласаңыздар болады. Осылайша салмасын дайындап, қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Осы қамырдан 23-25 печенье шығатын болады. Қанша мөлшер екенін описание бөлімінен қарасаңыздар болады. Және де оқтаудың көмегімен орташа қалыңдықта жаятын боламыз қамырымызды. Қамырымыз жабыспайды, ұн себудің қажеті жоқ. Осылайша өзін жайсаңыздар болады. Жайған қамырымызға салмамыздың жарты бөлігін біркелкі етіп, жайластырып жағатын боламыз. Қамырымызды ораймыз. Үстінен сәл ғана басып, кесіп шығатын боламыз. Бірінші жұмыртқаның сарысын жағып аламыз. Немесе кесіп болғаннан кейін жақсаңыздар да болады. Осылайша 3 бұрышты көлемде немесе қиғашынан өз қалауларыңызша кессеңіздер болады. Рецепт ұнаған жағдайда каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Алдағы уақытта оңай, жеңіл рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Және де қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут пісіріп алатын боламыз. Пергамент төсілген противенімізге салып, барлығын жақсылап орналастырып шығамыз. Кейбір жерлеріне жұмыртқаның сарысын жағып жіберсеңіздер. Мінекей печеньеміз дайын болды, өте дәмді, жұмсақ шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.